Ең алдымен сырды терканың үлкен жағынан осылай өткізіп шығамыз. Барлығын. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Сосын манкамызды осылай барлығын күштетіп қосып шығамыз. Одан кейін 55%-тен жоғары майонезімізді қосып шығамыз. Одан төменгі процентті қоспаңыздар. 33-35 дейін керек емес. Сосын краситель, мендегі краситель бұл топ декордікі, бұндай болмаса, қағаздағы краситель бар ғой, соны қосып күштетіп осылай араластырып шығыңыздар. Араластырғанда дәл осындай бірдей цвет сары түске ену керек. Содан кейін дайын біздің сырымызды пергаментная бумагының үстіне май жақпай күштетіп салып, оны жайып шығамыз. Жайғанда оның барлық жері бірдей болу керек. Дайын болған сырды 10-12 минутқа духовкаға салып аламыз. Содан кейін фарштың үстіне жуаны өткіземіз терканың үлкен жағынан. Одан кейін 2 чеснокты терканың кішкентай жағынан өткізіп аламыз. Осы дайын фаршқа енді приправаларымызды саламыз. Дәл қазір тұз қостым. Одан кейін дәміне қарай бұрыш салыңыздар. Сосын паприканы күштетіп осылай салып шығыңыздар. Енді осы приправа қосылған фаршты күштетіп прям от души араластырып алыңыздар. Бұл фарш араластырғанда бір-біріне бірігу үшін оны күштетіп осылай 3-4 рет ұрғылап жіберуге болады. Қолымызға аламызда осылай 1-2 рет соғып жібереміз, сонда ол күшті бірігеді. Осы аралықта уже біздің сырымыз пісіп қалды. Осы сырдың үстіне фаршты күштетіп жайып шығамыз. Фаршты жайған кезде бұл қолға жабысуы мүмкін. Сол үшін қолдарыңызды сулап істесеңіздер, ол прям идеально жайылады, күшті болып жайылады. Жұп-жұқа етіп жаямыз. Және фарш ол барлық сырдың үстіне барлық жерге жету керек. Қазір бізде самый главный процесс басталады. Фаршты жайғаннан кейін бұл орау процесі. То есть біз қазір рулет жасаймыз наконец-то. Бірінші рет орағаннан кейін сразу қысыңыздар, сосын екінші рет орағаннан кейін тағы қысыңыздар, үшінші рет орап, осылай соңына дейін орап рулет жасаймыз. Бұл кезде самый маңыздысы бұл біздің қыса отырып жасауымыз. Егер біз қазір қыспасақ, ол рулет піскеннен кейін сіздер кесесіздер, сол кезде шашылып, быт-шыт болады. Енді фольгаға ораймыз. Көрдіңіздер ма? Сырды, рулетті бұлай көтеріп алмаңыздар, аты ол ортасы босап кетеді. Осылай зырғанатып фольгаға орап, екіншісінде тағы зырғанатып алып, фольгамызға ораймыз. И үшіншісін тағы да осылай ораймыз. Не үшін? 3 фольга, потому что сыр тез пісетіндіктен, ол бір фольгаға салсаңыздар, ол қап-қара болып күйіп кетеді. Вот и все, 30 минутқа жібереміз.